Бердібек Соқпақбаев, Аяжанның жалғасы. Ораз, сен қандай шеберісің. Өзі көргендерінен кейін Аяжанның ықыласы Оразға бұрынғыдан да бетер ауа түсті. Не деген жақсы бала, өнерлі бала, онымен ойнауға достасуға болады. Аяжан осындай ойға келді. Ол бір оңашада Оразға айтты. Екеуміз дос болайық деді. Болайық. Аяжан мен Ораз қол алысты. Ораздай дос тапқанынан Аяжан, ал Аяжандай дос кез болғанына Ораз, екеуі бірдей қуанышты еді. Күндер өте берді. Аяжан мен Ораз ылғи да бірге ойнап, уақытты бірге өткізетін болды. Тіпті олар бірін-бірі іздеп тауып жатса да, көшеге шықты болды, бастары қосыла қалды. Маңайдағы өзге тең тұс балалар да Ораз бен Аяжанның айналасынан шықпады. Өйткені Ораз жүрген жерде, оның өнерлі малаяғы жүрген жерде көңілсіз болмайтын олар жақсы біледі. Ораз Аяжанды бір рет өз үйіне ертіп барды. Оның анасы Күлиша ауыз үйде ас пісіріп жүр. Амансыз ба? Деп Аяжан амандаса кірді. Күлиша жауап қатпады. Өйткені Аяжанның даусын ол естіген жоқ. Үйге кіргенде де байқамай қалған. Естіген жоқ, апамның құлағы естімейді, деді Ораз Аяжанға. Күлиша бір кезде Оразға бұрылып барып көрді Аяжанды. Сөйтті де оның жүзіне байыздап қарап тұрып, сен қалқам Дәрбайдың қызымысың? Деп сұрады. Үні естілер-естілмес болып шықты. Иә, деп Аяжан басын изеді. Бейтаныс адамның алдында Аяжан бір түрлі қымсынғандай болып тұр. Күлиша мерейлі жүзбен Оразға бір, Аяжанға бір қарады. Содан соң Аяжанның басынан сипап тұрып, сенің әкең өзіміздің қолымызда өскен бала еді. Менің Әзілжан дейтін тұңғышыммен құрдас болды. Екеуі ылғида бірге ойнаушы еді. Менің Әзілжаным майданнан қайтпады, деп аузынан жалын ата күрсінді. Оразда кітап мол екен. Шкафтың жоғарғы 3 сүресі сықап толып тұр. Әдемі тізіліп жиналған кітаптарды Аяжан шола қарап өтті. Өзіне таныс кітаптар мен таныс еместерді аралас ұшырасады. Қазақша кітаптар бірыңғай, орысша кітаптар бірыңғай жиналыпты. Әр тілден, әр халықтан аударылған ертегі кітаптар өз алдына қаз қатар. Ертегі кітаптар Аяжанның ерекше сүйіп бас салмай оқитын дүниелері. Мұншама көп ертегіні көргенде оның көзі жайнап кетті. Бірақ біртін саралап қарап еді, осындағы кітаптардың көбі-ақ оған таныс болып шықты. Өзінің қолынан өткен оқыған шығармалары. Тек мынау жапон ертегілері мен ауған ертегілерінің жинақтарын Аяжан бұрын оқымаған еді. Оқып шығайын деп, ол Ораздан сол 2 кітапты сұрап алды. Шкафтың төменгі сөрелері де бос емес. Біреусінде тізіліп ағаш шеберінің ісмерлерін саймандары жатыр. Ара, балта, сүлгі, шапқы, тескіш, тістеуіш, бұрғы, тіпті көп. Аяжанның көбінің атын да білмейді. Әйтеуір ер балалар әуес келетін мүлік саймандардан бәрі бар деп айтуға болады. Ал одан төменгі сөренің бір жақ шетінде мал мен құстың, аңның, адамның жонып істеген неше алуан мүсіндері түзіліп тұр. Сондай мүсіндер жасау үшін әзірлеп кесіп дайындаған әртүрлі ағаштар жатыр. Аяжан ғажаптана сұрады. Сен мыналардың өзің жасадың ба? Өзім. Тауықтың, бегемоттың, өгіздің, жирафтың мүсіндері өздерінен еш аумайды. Сондайлық нәзік қолмен шебер бейнелеп істеген, әтеш аузын керіп, айдарын желбіретіп, айқайын салып шақырып тұр.
Өгіз болса өкіріп сүзейін деп тұр. Оның тұлғасы әнеугі Аяжанды қорқытқан қызыл сиырға ұқсайды. Ой, Ораз, сен қандай шеберсің. Ой, қандай әдемі. Деп Аяжан әр мүсінді қолына алған сайын таңырқап, таңдайын қағумен болды. Аяжанның қызыққаны соншалық сыпайгершіліктің шекарасынан аттап та кетті. Ораз, осының біреуін маған сыйлашы деді. Ораз бөгеліңкіреп қалды да, мен бұларды көрмеге дайындап жүрмін деді. Қандай көрмеге, Ораз? Мұғалім ағай күзде ауданда көрме болады, соған апаруға көп етіп дайында деп еді. Ал мен саған кеткенше бірдеңе істеп берем, ескерткіш болатындай етіп жасап берейін. Мақұл ма? Мақұл. Ұста дүкені, жалғасы. Ораздыкінде көп отырып қалған Аяжан стол үстіндегі сағатқа қарап бір-ақ білді. Ой, мен қайтайын, мен шығарып салайын деді Ораз. Екеуі көшеге шықты. Қоңыр салқын кеш түсіп келеді екен. Шарбақты темір қақпаның алдынан өтіп бара жатып Аяжан, Ораз, мынау не үй? Деп сұрады. Мұнда бұрын МТС болған. Қазір колхоздың машина, трактор, комбайндарын жөндейді. Аяжан тоқтай қалып, ішкі аулаға көз салып қарай бастады. Ығы-жығы әртүрлі машина, майлы күйелеш адамдар. Ораз, анау трактор ғой, Иә, трактор ДТ-54 деп аталады. Ал анау дөңгелегі үлкенше, ол да трактор, Беларусь. Ораз, комбайн қайсысы? Ораз олай-бұлай үңіліп қарап еді, комбайн көрінбеді. Бәрін егін оруға әкеткен ғой деді. Оң қол жақта бұларға жап жақын жерде бір қатпалы түгелдей терезе етілеп жасалған ұзынша қылғит үйіп тұр. Ішінен дүрс-дүрс соғылған дыбыс естіледі. Кірлеп кеткен әйнектің ар жағынан қараңдап адамдар көрінеді. Ораз, мынау үйде не бар? Бұл ұста дүкені ғой. Сарбай қария осында жұмыс істейді. Ұста дүкені, иә. Аяжан құштарланып кетті. Ораз, бізді онда жібере ме? Барып көрсек. Сарекеңе барамыз десек жібереді. Барайықшы. Аяжанды бастап Ораз қарауыл үйшігіне кірді. Күзетші қатал мінез Серкебай қарт, көзі жыпылық атқан сары өңді, шошқа сақалды, түсі суық адам. Қара тақиясының сыртынан едірейген қырғыз қалпақ киген. Ата, салам алейкум, деп Ораз оған сәлем берді. Әлейкум салам, сендерді мұнда кім шақырды? Біз ұста дүкеніндегі Сарекеңе барайық деп едік. Мынау Сарекеңнің інісінің қызы, Алматыдан келген. Дәрібайдың қызысың ба? Деп сұрады күзетші Аяжаннан. Иә. Әке-шешең аман ба? Қашан келдің мұнда? Қалай келдің? Кіммен бірге келдің? Сарбайға не әкелдің? Деп күзетші қарт қазбалап сұрап алды. Содан соң барыңдар деді бұйрық етіп. Ораз Аяжанды бастап жөнелді. Ұста дүкеннің жармалы үлкен есігі шалқасынан ашық тұр. Майлы күйелеш 3-4 адамның арасынан кенеп алжапқыш киген Сарбай қарияны Аяжан барып танды. Оның қолында құлаштай жалпақ темір, соңын қып-қызыл боп қызарған бір жақ шетін төске ұстап, қамырша илеп соғып тұр. Ұрған сайын қызулы темірден қып-қызыл ұшқындар шашырап түседі. Аяжан мен Оразды көріп Сарекең қалт тоқтады. Ой, әке, неменеге келдің? Жайша келдіңдер ме?
Жай, Аяжан көрейін деген соң келдік. Көр, алтыным, көре ғой, үсті дүкені деген міне осы болады. Осыны айтты. Сарекең жұмысын істей берді. Аяжанға бәрінен бұрын балғаның өзі ұрып, өзі көтерілгені ғажап көрінді. Сөйтсе, ол сығылған ауаның құдіретін күшімен өстеді екен. Аяжанға бұны ораз түсіндіріп тұр. Сарбай атасының ұсталық өнерін Аяжан өз көзімен көрді. Не қиялы білектей кету көк темірлерге ол білгенін істеп жатыр. Қамырдай иелеп соғады, сағыздай созып иеді, ағаштай кертіп кеседі, түймедей түйреп теседі. Енді біреулерін егіп, жонып, үшкірлеп, істемегенді істеп жатыр. Атасының лып-лып еткен өнерлі қолдары темірден түйінде түйе алатындай. Керемет, керемет деп Аяжан іштей таңдай қағып тұр. Сарекеңнің еңбек қимылын ол осыдан кеш батқанша қарауға да жалығатын емес еді. Кенет төңіректі жаңғыртып, даңқ-даңқ етіп дабыл қағылды. Жұмыс күні аяқталды. Ұста дүкендегі қимыл су сепкендей басылды. Сарекеңнің душқа кіріп жуынып шыққанша Аяжан Оразға мынадай сауал қойды. Ораз, айтшы, қыздар ұста бола ала ма? Ораз бөгеліп ойланып қалды. Әйелдің ұстаны ол көрген де емес, естіген де емес. Бірақ Аяжанның көңілін жыққысы келмеді. Болғандашы, болады деп. Жалғасы бар, лүпіл басып пікір қалдыра отырыңыздар.